Қайырлы таң оқырман. Шерхан мен Айгүлдің таныстығы жалғасын тауып жатыр. Екінші кездесуі эфирдан кейін Шерхан күтіп алып, мейрамханаға барды. Гүлдің де түрін әкеліп жатыр Айгүлге. Жақсы әңгіме болған көрінеді. Екеуі сырт көзден өте үйлесімді жұп. Бір-біріне ұнап жатқан секілді. Кеше Шерхан болса өзінің парақшасында оқырмандардың сұрақтарын жауап берді. Ең маңызды сұрақ екінші рет үйлену ойда бар ма деген екен. Ол нәрсе мен үшін бір өте қиын сұрақ, себебі үйлену аңдап қадам басу керек, ойланып қадам басу керек дегендей, асықпау керек қой, қарау керек. Айгүл, саған ұнай ма деген сұраққан жауабы: әлі ертелеу ма деп қоям, екінші күн ғой әлі. Не болса да көреміз депті. Тағдырлас болғасында сөздері сәйкес келіп, ортақ әңгіме табылған секілді. Кештері жақсы өтіп, таныстық жалғасын тапты. Айгүл күтіп тұрғанына бір қуанып қалды. Ал Ақбота болса Шерхан қосылайыққа барыпты дегенге: айтарым, мен ол адамның дәрежесіне түспеймін, деді Ақбота. Алда не болатынын енді көре жатармыз. Айгүлге кешегі эфир туралы көп сұрақтарда келіп жатыр көрерменнен. Парақшасына осылай жазып кеткен екен оқырман: сәлеметсіз бе? Бүгін эфирді көрдім. Білесіз бе, менің де жолдасым құмар ойын ойнайды. 2 ұлымыз бар. Сәл қалса ажырасайын деп тұрмын. Сіздің күйеуіңіз қайтып келмеді ме, өзгерем деп. Айгүлдің жауабы болса осылай: жалпы бүгін неге ажырасқанымыз туралы қалай бар солай айттым. Өте ауыр, қиын екенін білемін. Сол жолдардан өткеннен кейін сізді қатты түсініп тұрмын. Жалпы құмар ойынға тәуелділік психологиялық ауру болып табылады. Сізге айтарым, күйеуіңізді кінәламаңыз және жазғырмаңыз. Оның қиындықтарын түсініп қолдау көрсетіңіз. Психологпен жұмыс жасасаңыздар болады. Ең бастысы, күйеуіңіздің өзін кінәлі сезінуіне жол бермей, өмірін қайта қалпына келтіруіне қолдау көрсетуге тырысыңыз. Иә, білем, ештеңе көмектеспеуі мүмкін. Ең дұрысы, дуға жасап қана көмек бере алуыңыз мүмкін. Мен соны ажырасқаннан кейін ғана түсініп, күні-түні дұғада болған болатынмын. Өкініштісі, ер азаматтар отбасыдан айырылғаннан кейін ғана ойланып қойып жатады, дейді Айгүл.